Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 2-ші сынып қазақ тілі сабағынан 25-ші сабақты бастаймыз. Дауыссыз Қ мен Ғ. Алдымен лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Қ, Ғ әріптерінің емлесін сақтап жазамын. 27-ші жаттығуға қарайық. Әңгіменің тақырыбына қарап, оның мазмұнын болжа, содан соң әңгімені оқы. Біз тақырыбын оқиық. Бірінші, аурудан аяған күштірек. Ауру, яғни ауру деген, мысалы суық тиіп ауру, бір жеріңді сындырып ауру мүмкін, е? Ал аяу дегеніміз адамға деген жанашырлық. Енді екеуін салыстыратын болсақ, адамға деген жанашырлық сезімі ауруға қарағанда әлдеқайда күштірек болады екен, е? Мәтін сол туралы деп айта аламыз. Енді мәтінді ары қарай жалғастырып оқиық. Сейіт жол үстінде жүгіріп бара жатқанда бір арбалы соғып кетіп, аяғын сындырыпты. Ойбайлап жылап жатқан баланы көріп, шошынғаннан шешесі есінен танып қалыпты. Мұны көрген соң Сейіт жыламақ түгілі қабағын да шытпай жатыпты. Сонда сынықшы кісі: "Қабағыңды шытпайсың, аяғың ауырмай ма?" деп сұрапты. Сейіт шешесі шығып кеткен соң сынықшыға сыбырлап айтты дейді: "Ауырмақ түгілі жаным көзіме көрініп тұр, бірақ менің жаным қиналғанын көрсе, шешем де қиналып жүдемесін деп шыдап жатырмын" депті. Ыбырай Алтынсарин. Енді астындағы сұраққа жауап берейік. Әңгіменің не туралы екенін айт. Әңгімедегі негізгі ойды анықта. Мәтін Сейіттің анасына деген жанашырлығы туралы айтылған. Әңгімедегі негізгі ой жақын адамдарды уайымға салдырмас үшін шыдамдылық таныту керек. Енді келесі Қ дыбысы, Ғ дыбысына айналған сөздерді тауып, оның себебін дәлелде. Қ дыбысының Ғ дыбысына айналуы: соқ, соғып, аяқ, аяғын, қабақ, қабағын, шық, шығып. Бұл жерде өткен тақырыпқа байланысты ережені еске түсіруге, Қ дыбысына аяқталған сөздерге дауысты дыбыстан басталатын жалғау жалғанғанда Қ дыбысы Ғ дыбысына айналады. Келесі 28-ші жаттығу. Өлеңді жатқа жаз. Өлеңді жақсылап, мәнерлеп жаттап аламыз. Сосын әдемілеп дәптерімізге көшіріп жазамыз. Өлеңді оқиға: ата-анамның шырағымын, желкілдеген құрағымын, жерін сүйген, елін сүйген, отанымның ұланымын деп дәптерімізге көшіріп аламыз. Қарамен жазылған сөздерге дыбыстық талдау жасаймыз. Міне, дыбыстық талдау жасадық. Барлық әріптерді дыбыстық талдаумен келтіреміз. Мысалы, шырағымын 9 әріп. 9 әріп дегеніміз, яғни 9 дыбыс. Буынға бөлетін болсақ, шырағымын, яғни 4 буын бар екен. Құрағымын дегенде де 9 әріп, яғни 9 дыбыс. Буынға бөлетін болсақ, құрағымын, 4 буын бар екен. Келесі тапсырма шығармашылық үзіліс. 29-ші жаттығу. Бос түркөздерге әріптерді сан ретімен орналастырып мақалды оқы дейді. Бізде мына жерде сандар берілген. Сандардың астына әріптер берілген. Біз сол бойынша, әріптер бойынша торкөзді толтыратын болсақ, мақал шығады екен. Яғни бізде бірінші сан 6 саны. 6 санның астында Б деген сан тұр. Яғни Б-ны жазамыз. Екінші бірдің бір саны, бір санның астына Ә деген әріп берілген. Екінші 4 саны. 4 санның астында Л деген әріп бар. Л-ны жазамыз. Бір саны, яғни Ә деген әріп, Ә-ні жазамыз.
10 саны берілсе, 10 санының астында бізде М деген әріп тұр, яғни білім. Ары қарай осылай тауып аламыз және мақалды дәптерімізге көшіріп жазамыз. Білім өмір азығы деген мақал шықты. Келесі 30-шы жаттығу. Бүгін әжеңнің туған күні. Әжеңе ашық хат әзірлегің келді. Өз құттықтауыңды төмендегі қай сөзбен бастайсың? Біздерге түрлі нұсқалар берілген. Яғни біріншісіне қарайтын болсақ, армысыз әже, қымбатты әже, менің сүйікті әжем. Яғни құттықтау хаттың басында біз осындай сөздермен бастаймыз. Қалаған армысыз әже, қымбатты әже, менің сүйікті әжем деп бастауға болады. Енді осы 3 түрлі нұсқа берілген. Бізде бір нұсқаның өзінде 2 нұсқадан, 3 нұсқадан берілген. Енді мына құттықтаулардың өзіне ұнағанын ал дейді. Сізді туған күніңізбен құттықтаймын. Екінші, мен сізді өміріңіздегі ерекше күн туған күніңізбен құттықтаймын. Енді келесі құттықтау хатына алуға болатын тағы да оқиық. Сізге денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Екінші, сіздің ауырмағаныңызды қалаймын. Үшінші, ешкім сіздің мазаңызды алмаса деймін. Енді осы құттықтау тілек сөздердің ішінен өзің таңдаған сөйлемдермен әжеңе ашық хат жаз дейді. Біз осы жерде 2 түрлі ашық хат жазып дайындадық. Енді соны оқиық. Бірінші, қымбатты әже, сізді туған күніңізбен құттықтаймын. Сізге денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Екінші, менің сүйікті әжем, сізді өмірдегі ерекше күн туған күніңізбен құттықтаймын. Сізге денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Деп осылай ашық хатты дайындап алдық. 2 түрлі нұсқамен құттықтау сөз жазып шығардық. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.